Рейдерлік әрекетке қарсы жиынға Қазақстан кәсіпкерлерінің құқығын қорғау жөніндегі уәкіл Болат Балымбетов пен ұлттық кәсіпкерлер құқығын қорғау кеңесінің төрағасы Ғани Қасымов қатысты. Рейдерлік әрекетті әшкерелеу мақсатында жауапты мекеме бас прокуратура мен қаржы министрлігімен тығыз байланыс орнатып келеді. Сондай-ақ кеңес отырысында 2014-2015 жылдарға арналған субсидиялау тәртібі, құрылыс және бизнес пен билік арасындағы қарым-қатынас кеңінен талқыланды. Бұл үлкен жоба, мәселе барлық жерде бар. Өзекті Жамбыл облысындағы кәсіпкерлердің құқығын қорғайтын біршама жұмыстар жасалып жатыр. Біз келіп түскен барлық арыз шағымдарды қарастырдық. Осыған сәйкес нақты ұйғарымдарды ортаға салып отырмыз. Ал бұл мәселелер бір ғана кәсіпкерді емес, жалпы республика бойынша кәсіпкерлерді қамтиды. Сол себепті барынша жұмысты тыңғылықты атқаруға шақырамыз. Негізі жалпы облыс республика бойынша бүгінде жұмыстар оң нәтиже беріп келеді. Алайда тым жақсы деп айта алмаймыз. Жиын барысында кеңес төрағасы есепті мерзімге сәйкес өңіріміздегі кәсіпкерлік саласы тиісінше тыңғылықты жүріп жатқанын баса айтты. Бас назарда екпіні қарқынды алып бизнес өкілдеріне емес, шағын және орта кәсіпкерлердің құқығын қорғау, дамыту керектігіне тоқталды. Себебі кәсіпкерлер палатасына арыз шағымдардың дені әлі аяғынан тік тұрмаған кішігірім кәсіпорындардан түседі. Солардың қатарында аграр да бар. Бүгінде аймақта 2210 шаруа қожалығы тіркеліп, 17000 фермер жұмыс істеп келеді. Ауыл гүлденбесе еліміз ілгері баспайтындығын айтқан кеңес төрағасы нәпақасын жерандан айырғандарға айрықша көңіл бөліп, демеу керектігін баса айтты. Негізгі мәселелерді тендер анықтау қажет. Мәселені асқына ашу десек, аумағы осындай мына кезде басталады және аяқталады деп айту керек. Бастапқы шаршы метрі 500 теңгеден басталады деп айтады. Мысалы, осыған бизнесмендер әу баста өздері қатысып анықтау керек. Бір кабинетте отырып алып баға бекіту мүмкін емес қой. Сол себепті 30 мың десек, бұл көрсеткіш Тараз қаласына сәйкес болуы мүмкін. Алайда аудандардың, кей аймақтардың кәсіпкерлердің мүмкіндігі болмауы мүмкін. Оны әр кәсіпкер әу баста өздері бекітіп алу керек. Сонымен кеңесте бизнеске қатысты бүгінгі өзекті проблемалар мен оларды шешу жолдары барынша айтылды. Кәсіпкерлікті бастаймын деген кісінің ең алдымен жер учаскесін және мемлекеттік актіні алу мәселесі шығады. Мұнан соң субсидияға қол жеткізу де оңай емес. Осында түйткілдің түйінін шешу үшін шағым иелерімен жеке-жеке нақтырақ сөйлесіп, құқықтық көмек беру қажет. Айта кетейік, бүгінде облыста 17 мыңға жуық үлкенді кішілі кәсіпкерлік тіркелген. Былтырғы жылы рейдерлік әрекет бойынша 9 іс қаралып, тек біреу сотқа жіберілген. Осындай көшпелі кеңесінде мақсат айқын. Мұнда айтылған мәселелер алдағы уақытта кезең-кезеңмен шешімін таппақ. Нұрлан Асқар, Серік Тәжібаев, 7-7 News.